Барлықтарыңызға қайырлы күн. Ең бірінші келе жатқан 22 наурыз жаңа жыл мейрамдарыңызбен барлықтарыңыз шын жүректен құттықтаймын. Одан кейін мен сіздерге бүгін бірінші қалай iPhone 12 Pro ұтып алуға мүмкіндіктеріңіз бар екенін көрсететін боламын, және де видеода барлығын түсіндіріп айтатын боламын. Екінші, ол топовый приложение айтатын боламын. Ол приложениені мен өзім ақша шығарып көрсетемін, және де осы уақытқа дейін қанша шығарғанымды көрсететін боламын. Ол приложениеден шынымен барлығыңыз жақсы ақша таба аласыздар. Ал енді видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Ал каналға әлі тіркелмеген болсаңыз, каналға тіркеліңіз. Алдыңғы топовый видеолар бар, соларды көріп шықсаңыздар болады. Видео ұнаса лайк басып, пікірді комментарияға тастап кетсеңіздер болады. Ал енді қараңыздар, Play Market'тен Найми KZ'ді тартасыздар. Одан кейін тартып болғаннан кейін просто кіреміз. Кіргеннен кейін сіздерге телефон номеріңізді жазасыз. Одан кейін телефон номеріңізден кейін таңдайсыз заказчик или работник деп. Мен работник деген таңдадым. Содан кейін біз 200 теңге алу үшін дәл қазір не істейміз қарасаңыздар, бұл жерде ввести промокод деген бар. Сол жерге менің промокодын жазасыздар. Сол кезде сіздерге 200 теңге береді. Менің промокодым телеграмда тұрады. Ввести промокод деген басасыздар. Одан кейін менің промокодымды жазасыздар и сіздерге 200 теңге береді. Мына менде қазір 220 теңге болды. 200 теңге берді. Одан кейін өздеріңіздің достарыңыз шақырсаңыздар болады. Әр досыңыздан 200 теңге аласыз. Яғни мысалы қараңыз, мен қазір сіздерді шақырғаным үшін маған 200 теңге береді, одан кейін сіздерге 200 теңге береді. Жазып қойған промокод жазсаңыз бонус сіздің достарыңызға, және де сізге бонус береміз деп осы промокод тұр, жазасыздар. Және де бұл ақшаны бірақ дәл қазір шығарып ала алмайсыздар. Бұл ақшамен тек қана біз Найми Game дегенді ғана ойнай аламыз. Найми Game деген басамыз, сосын міне осы жерде сандық ашып осындай сыйлықтар ұтып алсақ болады. iPhone 12, Xiaomi Note 10, Apple Watch, AirPods Pro, сосын ары қарай қызық емес нәрселер. Назад шығамыз, және де бұл жерде дос шақырмай просто акция и бонусы деген жерден де жинасақ болады. Қарасаңыздар, міне реклама көріп 5 бонус алуға болады, 1000 бонус алуға болады, 100 бонус алуға болады, 200 бонус алуға болады. Сол сияқты қазір мен ящиктерді ашып көрейін. Менде 220 теңге бар. Міне бірінші ящик аштым, 10 бонус түсті. Тағы да аштым. Бірінші рет тегін ашасыздар, екінші рет 100 единицаларыңыз кетеді. Міне тағы да ашам. Міне көргендеріңіздей мен 200 теңгенің бәрін құртып тастадым, бірақ маған ештеңе шықпады. 50 теңге қалды. Если қызық болатын болса көрсеңіздер болады. Мүмкін кім біледі, iPhone 12 ма или AirPods па ұтып қалатын шығарсыздар. Ал енді екінші приложение Aurum деп аталады. Aurum деген сіздер Play Marketке жазып скачать етіп ала аласыздар. Одан кейін қазір мен өзім кабинетіме кіріп көрсететін боламын. Осы уақытқа дейін қанша таптым, қанша ақша шығаруға болады деген сияқты. Бұл жерде мой заработок сияқты білмейтіндер болса, бұл жерде біз приложенияларды установка жасағанымыз үшін ақша төлейді. Мысалы қараңыздар, менде задание Huawei App деп тұр. Осы заданияны орындасам маған 22 монета береді екен. Ол деген 2 рубли. Одан кейін Олимпиад деген букмекерс конторына тартқаным үшін 2-5 рубли береді. 27 монета 2-5 рубли болады. Яғни қазір менде дәл қазір 3 қана задания тұр екен. Примерно 7,5 рубль болады барлығын қоссақ. Одан кейін қазір менде кошелекте 150 рубль бар. 150 монета бар. Ол 15 рубль болады. Одан кейін заданиялар деген жерде сіздің активный заданияңыз, яғни қазір орындап жатқан заданияңыз, выполненный, провальный деп тұрады. Провальный деген яғни әлі орындалмаған заданиялар. Одан кейін профильға кіретін болсаңыздар, міне сіздердің QR кодтарыңыз барлығы тұрады. Мысалы вывести деп осы жерден лақтырып ала аласыздар. Минимальный сумма для вывода 150 монета, өздеріңіз көргенде 15 рублей. Қазір біз шығарып көретін боламыз. Еще деген жерде мысалы қараңыздар, техподдержка, FIQ, приложение туралы и бонуста друзей деп тұрады. Осы жерден міне өздеріңіздің промокодтарыңызды копировать етіп достарыңызға тарата аласыздар. Міне осы уақытқа дейін рефералдардан менде 111 монета түскен екен. Ол деген примерно 10 рублей. Үстіндегі білмедім. Мысалы қазір шығамыз. Қарасаңыздар, профильға кіреміз. Міне кіреміз и 150 монета шығарып көретін боламыз. Міне қарасаңыздар. Міне маған вывод средств успешно кетті деді. 48 сағат ішінде түседі деген, бірақ бұл жерде сразу түсу керек. Міне келді өзде. Міне сіздің кошелегіңіз 15 рубльға толды деп тұр. Өздеріңіз көргенде заданиялар бұл жерде қиын емес.
заданиялар всегда табасыздар. Мен бұл жерден примерно 300-400 рубльдай тапқанмын осы уақытқа. Ну, әрине жартысы ревкадан, жартысы өзім таптым деп айтсам да болады. Мысалы 150 рубльдай мен өзім шығарған кездерім болған шығар. Ол үшін просто ешқандай қиындығы жоқ. Установка басасыз, начать задание деген басасыздар. Одан кейін қараңыздар, сіздерге 30 минут береді осы заданияны көбейт тартып алуға. Одан кейін пройти в магазин деп басасыз. Одан кейін осы жерде бізге олимпиад шығады. Мына көргендеріңіздей, ал енді бізге қателеспей сол букмекерский контораны тарту керек, яғни осы суретінен көрдім. Дәл осы установка басамыз. Установка жасалып болғаннан кейін мен дәл қазір мен тартып болдым. Одан кейін қайтадан приложениеға барамыз, яғни аурумға келеміз. Одан кейін қараңыздар, мына көргендеріңіздей установка приложение орындалды деп тұр. И запуск приложение деген басамыз. Запуск приложение басамыз, және де осының ішінде біз 1,5 минуттай тұруымыз керек. Одан кейін көргендеріңіздей міне запуск приложение менде әлі орындалмады. Мен 1,5 минут тұрмадым. Одан кейін запуск приложениеден кейін не удалите приложение тұр, яғни приложение 2 күн 3 күндей удалить етпей тұрасыздар. Болды, басқа ештеңе жоқ, ешқандай қиындығы жоқ. Міне бұл жерде примерно 1 минуттан астам уақыт тұруларыңыз керек. Главный приложение удалить етпейміз, одан кейін 2-3 күн сақталады, одан кейін бізге ақша түседі. Бұл жерде ақша төлейді, 100% ақша. Өздеріңіз көргендей мен ақшалар шығарып жүрмін. Өздеріңіз көргендей уже басқа задание орнына шықты. Заданиялар өте көп шыға береді.